Ал қайырлы кеш, Асылдым. Мына кісі қоймай жазып жатыр. Мен нағыз қазақпын деп қойыпты. Енді бір қазақ бір жер көтін шықмаса өмір сүре алмайтын сондай қазақ шығарса, біреуді көре алмай, біреудің қалтасына көз салып, аш көз, сондай, сонда сіздің неңіз қазір, қай жеріңіз ашып, қай жеріңіз өліп жыртылып баратыр. Мен тапқан напахамды көре алмайсыз ба? Күндес еркек басымен шын айтады, қатындарға қарағанда еркектер аш көз деп. Соны көре алмай, соны өліп баратсыз ба сонда? Мен түсінбеймін. Әлде исламистерге жаныңыз ашып, жаназаны қазақтар өз ұрпағы шығарады, ислам религиясына басқа бағынбайды, имам молдаларды шақырмайды, жами харам масжидтерге қазақтар енді бармайтын болды, садақа қайыршыларға бермейтін болды. Соған бір жеріңіз көтіңіз ашып баратыр ма сонда? Сонда өз қазағың байысын емес, сонда арабтың көтіне тығылу сол болып тұр ғой сіздің арманыңыз, сонда өз қазақ қарындасың болмаса өз қазақ апайым, тәтем, әпшем күн көрмесін. Андай жаңағыдай сол арабтардың 4 сүре өтірік еврейлерден, жүйіттерден көшіріп алған сүресін 4 оқып, 1,5 миллион, 2 миллион қай күн бір келіншек хабарласты, кредит алып оқыттым, тым шыққан жоқ деп. Оларды айтпайсыздар, сонда қасидахан қарамолда оқитындарды. Менің кеп қанша оқып, қанша психологиялық көмек көрсетіп, сіз талон не екенін білмейсіз, білгіңіз де келмейді, сіздің мишығыңыз оған жұмыс істемейді. Мен сізге қазір аяқта миллион сағат оны түсіндірейін де, сіз түсінбейді. Сіз мен нағыз қазақпын, күйәзақпын деп жазып қойып, сіз қазақ емессіз, сіз араб қосыз. Мен сізді құттықтаймын сонымен. Мен бұны әдейі түсіріп отырмын, өйткені көрермендерім көрсін. Өйткені мен бір 70% араб құлдар. Білмеймін, мен арнамда не істеп жүр олар, неге олар пал қарайды. Бірақ енді нағыз мұсылмансыздар, 200 сатқынсыздар, сіздер қазақ емессіздер, исламисті, мумин, муслим де емессіздер. Өйткені муслим, мумин ол қазір ассалятта отырады, Аллахын, илахын мадақтап. Нағыз қазақтар олар жұмыс істеп, қазір демалып, бүгін демалыс, тикток қарайды, ютуб қарайды, кино қарайды, эфирлерде отыр көп аға көкелер әңгіме күшті татуласып. Сіз соншалықты бейшарасыз, сырласатын ешкіміңіз жоқ. Көмек керек болса, номерім бар, психологиялық көмек. Бірақ нәрсе айтамын, қымбат аламын. Оған шыдай